Азизе Девранға тұрмысқа шыққан соң олар Стамбулға келеді. Азизенің де келіскен себебі осы еді. Бірден жетімдер үйіне барып бауырларын Девранмен бірге тұрып жатқан үйіне алып келеді. Әлеуметтік қызметкерлер Азизенің тұрмыс жағдайын білу үшін үй-жайларын көреді. Жақсы екенін айтып, тағы жетімдер үйінің директорымен келетіндерін айтады. Содан кейін ғана шешім шығарамыз дейді. Тексерушілер кеткен соң Самет Девранға: "Сен неге кетпейсің? Сен күзетші емессің бе? Кет үйден" дейді. Девран: "Мен кетпеймін. Себебі бұл менің үйім. Қараймын, тілің ұзын сияқты" дейді. "Бұл өзі кім?" деген балаларға Девран: "Мен сендердің әпкелеріңнің күйеуімін. Азизе әпкелерің менің әйелім" дейді. Самет: "Сен өтірік айтып тұрсың. Әпкем саған тұрмысқа шығуы мүмкін емес, өтірік айтасың" деп Девранды тебе бастайды. Девран Азизені жеке шақырып алып: "Мен айтқан сөзімде тұрдым. Балаларды ана жерден алып шықтық. Ертең балалар үйінің директоры келіп кеткен соң мына сүт сорғыштар кететін болады" дейді. Азизе: "Дұрыстап сөйле. Мен оларды қалдырмаймын. Кеткендерін қаласаң, мен бауырларымды алып олармен бірге кетемін. Бірақ ертеңге дейін осында болуымыз керек. Сосын кетеміз" дейді. Азизе: "Бауырларым Джемо мен Зелиханы көруім керек" дейді. Девран: "Сен енді жалғыз жүрмейсің, сен мен көмекшім еріп барады" деп адамын Азиземен ертіп жібереді де өзі осы уақытта сүйіктісін көруге келеді. Девранның Стамбулда сүйген қызы бар болып шығады. Девран: "Енді ешқашан ажырамаймыз. Енді мен осында Стамбулда боламын" дейді. Қыз: "Шын ба, отбасыңды қалай көндірдің" дейді. Девран: "Үйлендім" дейді. Қыз жындана бастайды. Девран: "Бұл тек қағаз жүзіндегі неке екенін білесің ғой. Менің жағдайымды да білесің. Екеуміздің бірге болуымыз үшін осындай қадам жалғыз шешім еді" дейді. Жөвдеттер жетімдерді балалар үйіне тапсырып жібергенін біліп Хашметке келеді. Бірақ Хашмет үйінің кілтін ауыстырып тастаған екен. Хашмет терезеден айғайлап: "Кетіңдер бұл жерден, бұл сендердің орындарың емес" дейді. Жөвдет жынданып есікті сындырып ішке кіреді. Жөвдет: "Мен сендерге не дедім? Ана балаларға тиіссеңдер, сендерді бұл үйден қуып шығамын деген жоқпын ба" дейді. Анасы Рамзие: "Солай ма? Кеттік, жүр Хашмет. Бізді көргісі келмейтін жерде біз бір сәтке де қалмаймыз" дейді. Хашмет Сухейлаға жүр дейді. Жөвдет: "Сухейла ешқайда да бармайды. Ол осында Юсуф пен Мелистің жанында қалады" дейді. Сухейла да: "Иә, мен ұлымның жанында қаламын" дейді. Хашмет: "Сендер сатқын екенсіңдер, сатқын болып шықтыңдар ғой" деп анасымен шығып кетеді. Рамзие сыртқа шығып: "Ұлым деген адам анасы мен бауырларының орнына басқа балаларды таңдады. Бізді үйден қуып шықты" деп көшедегілерге жар салады да есінен танып құлап қалады. Хашмет пен Нежла аналарын ауруханаға алып бара жатқан жолда Рамзие есін жияды. Аналары өтірік талып қалған екен. Солай Жевдеттің аяушылығын тудырып үйге қайтадан кіргізеді деген жоспармен өтірік есінен талған екен. Ойлағандарындай Жевдеттер арттарынан ауруханаға келеді. Нежлалар: "Анамда жүрек талмасы" деп өтірік айтады. Жевдет: "Мен дұрыс демедім, кешір мені. Ол сендердің үйлерің, тұрамын десеңдер тұра беріңдер" дейді анасына. Солай Рамзие, Хашмет, Нежлалар үйді қайтып өздеріне алады. Джемо Зелихаға: "Мен бауырларымды алып келемін" дейді. Зелиха: "Біз ештеңе істей алмаймыз" дейді. Джемо: "Мен бұлай әрекетсіз отыра алмаймын" дейді. Зелиха онымен ере жөнеледі. Балалар үйіне келген Джемо мен Зелихаға: "Сендердің бауырларың мұнда емес, әпкелерің күйеуімен бірге келіп алып кетті" дейді. Джемо: "Мен бауырларымды ана немемен қалдырмаймын" деп Девранға тісін қайрайды. Зелиха Юсуфқа бауырлары үшін уайымдап жүргенін айтады. Юсуф оған қолдау білдіріп жұбатады. Екеуінің құшақтасып отырғанын Хашмет көріп қалып фотоға түсіріп алады. "Не істеп отырсыңдар" деп кіріп келеді. Зелиханы қорғаштаған Юсуфқа: "Сен мына қыз үшін түрмеге түстің. Енді осы қыз үшін әкеңе қарсы сөйлейін дедің бе? Ендігәрі екеуіңді бірге көрмейтін болайын. Бірінші және соңғы ескертуім, әйтпесе мына фотоны жабайы ағаңа көрсетемін. Не болатынын біліп тұрған шығарсың" дейді. Екеуінің құшақтасып отырған фотосын көрсетіп. Зелиха қатты қорқып кетеді. Хашмет Зелихаға: "Бәрі сенің қолыңда. Менің ұлымнан алыс жүрсең, бәрі де дұрыс болады" деп шантаж жасайды. Балалар үйінің директоры келіп, балалардың жағдайын көріп кетеді. Директор кеткен соң Джемо: "Бауырларымды алып кетемін" дейді. Азизе: "Бауырларымыз осында болсын, директор тағы келеді" дейді. Джемо: "Бауырларымды жетімдер үйіне алып кетуге келгенде сен қайда болдың? Тұрмысқа шығу үшін кетіп қалған жоқ па едің? Мен не істедім? Сенің артыңнан бардым, қашып кетейік дедім. Басқа жаққа кетіп бәріміз бірге тұрар едік. Бірақ сен оған келіспедің, сен бізден бас тарттың" дейді әпкесіне.
Азизе, қаша бергеннен ешқандай пайда жоқ екенін түсінбедің бе? Біздің ата-анамыз да қашып өмір сүрді. Соңында не болды? Оларды өлтірді дейді. Джемо бауырларын алып кетпек болады. Азизе оларды тоқтатпақ болып шулап жатқанда Девран: жетер енді, барлықтарың мына жерден көздеріңді құртыңдар. Мен ешқайсыңды да бұл үйде көргім келмейді. Сенмен келіскен жоқ па едік дейді Азизеге. Джемо бауырларын алып кетеді. Азизе арттарынан: мен бәрін реттеймін, кешке келемін сендерге дейді. Девран: сен ешқайда да бармайсың деп Азизені бөлмесіне қамап кетіп қалады. Азизе есікті сындырып, сыртта Девран күзеттіріп қойған күзетшіден сытылып, бауырларына бармақ болып қашып шығады. Күзетші Азизенің қашып кеткенін біліп Девранға хабарлап айтады. Девран бауырларына кеткені анық деп солай қарай бет алады. Бауырларына жүгіріп келе жатқан Азизенің алдынан Фарук шығады. Не істеп жүрсің деген Азизенің сұрағына Фарук: сені күттім, сенің келетініңді білгенмін, сен бауырларыңнан ешқашан бас тартпайтыныңды білемін дейді. Азизе сол жерде жылап жібереді. Мен бәрінен шаршадым, Фарук. Бәрімен жалғыз шайқасудан шаршадым деп Фаруктың құшағына жығылады. Фарук: енді менің саған көмектесуіме рұқсат бер деп Азизені құшақтап тұрғанын Девран көріп қояды да ашуға булығып Азизе деп айғайлайды. Азизе қорқып кетеді. Әпкеміз келді деп қуанып есік ашқан қорғансыздарға Явуз келген екен. Мен сендермен бұрынғы есебім бітті деп жүрсем, сендер менің үстімнен арыз жазыпсыңдар ғой. Арыз жазғанның қандай екенін көрсетейін сендерге деп Явуз қайта жетімдермен кектесіп өшін алуға келеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Қорғансыздар түрік сериалының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Рахмет.